Егер ұлды болғыңыз келсе, және 5-6 қыздан кейін ұлды қалап жүрсеңіз, қымыз және боза ішсеңіз өте керемет болар еді. Өйткені бозаның құрамында адамның бойындағы суықтықты қуатын дәрумендер бар. Ал қымыз және де жылқының еті дегеніміз бұл ыстықтық болады. Содан кейін адамның бойындағы гормондар өзгереді. Тамақтар арқылы адамның бойында қуат пайда болады. Әйелдің бойында қуат пайда болады. Солай сізге ұлы әкелуге бұл бірден бір себеп болар еді. Бұл өзімнің өмірлік тәжірибем және Алланың бергені ғой, өйткені менде де 3 қыз болды. 3 қыздан кейін ұлым дүниеге келді. Бұл кезде сол дүниеге келердің алдында менің апам болатын. Сол кісі бозаны қалай салу және де боза адамның денесі суықты қуат деп айттық қой. Сол бозаны жасатқан кезде қоюын алып іш, сонда бойыңа суық кетіп ұлды боласың деп қайта-қайта айтатын. Содан кейін мен 1 жылдай боза салдым, үйде боза жасап, солай ішкеннен кейін және Алланың қалауымен дүниеге ұл келді. Егер ұлды болғыңыз келсе және